Ассалаумағалейкум. Ислам дінінің ең негізгі кітабы Құран-ы Кәрім мұсылмандардың ең қадірлі кітабы болып саналады. Солай болса да дүниеде Құран естімеген адамдар бар екендігін білесіз бе? Сол адамдар бірінші рет Құранды тыңдаған кезде қандай жағдайға түсті? Шетелде бейтаныс адамдарды тоқтатып, оларға Құранды тыңдатты. Бірінші рет Құран тыңдаған адамдардың реакцияларын көруге тұрарлық. Бірінші рет Құран тыңдаған адамдар өте әсерленді және бірнешесі көз жасын ұстап тұра алмады. Англия патшайымы Елизабетта, Америка президенті Барак Обама, Дональд Трамп және Джастин Трюдо секілді жетекшілердің Құран-ы Кәрімді тыңдаған кезде қандай әсер алғанын бірге көрейік. Англия патшайымы Елизабетта Бурсаға саяхатында мешітке кірді және Рахман сүресін 10 минут тыңдады. Бұл уақыт ішінде патшайымның өзін қалай ұстағаны камераға түсірілді. Американың бұрынғы президенті Дональд Трамп Америкадағы бір жиында Құран-ы Кәрімді тыңдады. Трамптың Құран оқылып жатқан кездегі өзін тұтуы назардан шетте қалмады. Квебектегі мешітке қылынған шабуыл құрбандары үшін болған жиында қатысқан Канада бас уәзірі Құраннан өте қатты әсер алып, көз жасын басқара алмай қалды. Кейінірек берген сұхбатында шабуылмен және мұсылмандармен байланысты сөз айтты. Мұсылмандарға жасалған бұл шабуылдың жазасын береміз, бұндай шабуылға қарап тұра алмаймыз деді және Құраннан өте қатты әсер алғанын айтты. Достар, видео осымен аяғына жетті. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып қоңырауша түймешесін басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.